балалар, бүгін бізде Қазақстан тарихы сабағы. Үй тапсырмамыз қандай тақырып еді? Сарматтар тақырыбы. Енді бүгін біз сарматтар тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Сарматтар жалпы қай өңірде, қай жерде мекен еткен екен? Айтамын. Біздің заманымызда 8-ші ғасырда, біздің заманымызда 5-ші ғасырда Еділ мен Жем өзендерінің арасында екендеген. Енді балалар, бізге үй тапсырмасына қараңызшы. Бірінші, қандай сұрақ беріпті? Сарматтар туралы қандай деректерден білеміз дейді. Сарматтар туралы грек, Рим тарихшылары Полибий, Диодордың еңбектерінен біле аламыз. Екінші сұрақ, алғаш рет сарматтар туралы қашан айтылған? Айтамыз. Алғаш рет сарматтар туралы 3-ші ғасырдан бастап айтылған. Енді үшінші сұрақ не дейді? Сарматтар қай жерді мекендеген дейді? Інжу айта ғой. Жер және аралға дейінгі ортақты мекендеген. Арал. Сарматтардың бет пішіні қандай болды дейді? Кәусар айта ғой. Сарматтардың бет пішіні Жетісуда мекендеген үйсіндердің бет пішіне ұқсаған. Келесі сұрақ, Сармат тайпалық одағының құрамы. Yazık, Avors, Sirak, Az екендігі белгілі. Саяси тарихы дейді. Кім қалай айтады саяси тарихы? Сарматтардың жаңа деген саяси тарихында әлеуметтік теңсіздік болғандығын біз ескерткіштерден біле аламыз, және олардың мәселелерін әскер басшылары мен қолбасшылары шешкен. Жақсы. Енді балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз сарматтардың қоғамдық құрылысы мен шаруашылығы, соның ішінде зерттеу сұрағы сармат қоғамының несімен ерекшеленді. Және де оқу мақсаттарымыз археологиялық ескерткіштерді сипаттау, ежелгі тайпалардың қолданбалы өнер ерекшеліктерін сипаттау. Археологиялық ескерткіштерге осы сарматтарда қандай ескерткіштер бар? Бесоба. Дұрыс, бесоба, сынтас, арал төбе. Енді балдар, мына сызбаға назар аударыңдаршы. Сарматтар Батыс Қазақстан жерінен біртіндеп жаулап Қара теңіздің солтүстік аймақтарына дейін жетті. Және де Орталық Азия, одан кейін Қара теңіз аймағы, және де алдыңғы Азия, Солтүстік Кавказ, Парфияға дейінгі жаулау жорықтарын жасаған. Үшке бөліп көрсетіп тұр. Бірден барлық жерді жаулап алған жоқ дейді, бірден барып жаулап алғанды көреміз. Және де сарматтар сөйлеу скифтерге скиф тілінде сөйледі. Одан кейін бар Дай, Массагет, Исседондармен олар туыстас болып келді. Және де сарматтардың саны жағынан біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасыр мен 2-ші ғасырда олардың саны 20 мыңға жетті. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасыр мен 1-ші ғасырда 10 мың, біздің заманымыздың 1-ші ғасырында 5 мыңнан 7 мың адамға дейін болған жеткен екен. Және де басқа тайпалармен араласып, олардың жартысы отырықшылық салтқа көшіп кетті дейді. Қоғамдық құрылысында алғашқы қауымдық құрылыс ыдырап қоғам оларда қалыптасты. Әскери демократия жетілген түрге болды. Және де сармат қоғамында әскери демократия әйелдерге де қатысты болды. Сонымен қоса білеміз, олар мал шаруашылығымен айналысты. Мал шаруашылығының ішінде малдың қай түрін ірі өндірді дейді? Бақты төрттілікті де үйретті, бірақ ең көп шаруашылық қойын шаруашылығы. Қазір біз назар саламыз. Кішкене видео роликті тыңдап өтеміз. Жарайды ма? Сарматтар біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасыр мен біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші ғасыр аралығында өмір сүрген. Ерте темір дәуірінде қазіргі Батыс Қазақстан аумағын сармат тайпалары мекендеген. Олардың аумағы кеңейіп, шығысында Тобыл өзенінің бойымен Арал теңізіне,
батысында Қара теңіздің солтүстік жағалауынан Дон өзеніне дейінгі аумақты қоныстанды. Енді біз видеороликті тыңдадық, сабақты тыңдадық, қайталадық, енді бізді сұрақтар жәрмеңкесі. Мына яшықтардағы біз балаларды жинаймыз. 10 яшқа сұрақ шықты ма, ол оқушы 10 бала алады. 20-дағы 20 бала алады. 30-дағы сұраққа жауап берсе 30 бала алады. Жаңа топбасшылар соны бағалап отырсын. Жарайды ма? Ал бірінші топтан бастайық, бесоба тобы. Қай яшқы? Бірінші топтың 10 балына. Бірінші қатардың бе? 10 балына. 10 балына. Сақтардың өмір сүрген мерзімін атаңыз. Сақтар біздің заманымыздан бұрын 8-ші ғасырда, біздің заманымыздағы 5-ші ғасырда мекендеген. Өмір сүрген, иә? Иә. Жақсы. Қазір тексеріп көреген сұрақты. Сақты сарматтар біздің еліміздің батыс аймағын біздің заманымыздан бұрын 8-ші ғасыр мен біздің заманымызда 5-ші ғасырда мекендеген екен, иә? Дұрыс па жауап? Дұрыс. Ал келесі топтан Аружан айтады. Бірінші қатардың екінші орны бар. Бірінші қатардың екінші орны мынау, иә? Иә. Дақ, Сақ, Массагет тайпалары қай жерде қоныстанған дейді. Тобымен ақылдасып жауап беруге болады. Жауап беретіндер қол көтеріп жауап берсе де болады. Басқа топтың оқушылары, иә? Жауап береміз ба? Дақсақ, яғни сарматтар батыс Қазақстан аймағындағы Елек, Жем өзендерінің бойында қоныстанған. Жарайды. Үш жауапты көрейік, иә? Сарматтардың қоныстанған аймақтары батыс Қазақстан аймағы негізінен Жайық пен Елек, Жем өзендері бойында кездеседі дейді, иә? Қоныстанған жері. Жауап қабылданады, иә? Жарайды. Ал үшінші топ. Жаңа екінші топтың сыныптас тобының балын Сара алды, үшінші топ Аралтөбе тобының оқушысы, жарайды. Армай. Кім? Кәусар. Бірінші қатардағы 10-шы. 10 ба? 11-ші ғасырда. Көне дәуір авторларының еңбектерінде Сармат атауының кездесетін уақыты Біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасыр. 3-ші ғасырда келеді, жақсы. Көрейік. Сармат атауы көне дәуір авторларының еңбегінде біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда бастап кездеседі. Жауап дұрыс. Сонымен қоса, бізде топбасшылар бізді бағалап отырды, иә? Топбасшылар тұрып, кім қанша бала алды, топтарын қандай, қалай сабаққа қатысты, сол туралы мәлімет беріп жетmiş. Тез-тез сұрап отыр. Соның сабақ барысында қалай қатысты? Біздің бесоба тобымыз сабаққа жақсы қатысты, сұрақтарға дұрыс жауап бердік деп ойлаймын. Дұрыс жауап бердік және де тапсырмаларды дұрыс орындадық. Және сабаққа өте белсене қатысқан Үнжу, Балнұр және де Алуа. Олар Балнұр 25 бал алды, Алуа 15 бал алды, Ахмар Үнжу 30 бал алды. Өзің қанша бал алдың? Мен 40 бал алдым. 40 бал. Жақсы, жарайды, отырамын. Ал екінші топ, сыныптас тобы. Аружан айтамыз. Сыныптас тобы сабаққа жақсы қатысты. Сабақ жазуларды жазып отырды. Сабаққа белсенді қатысқан Сымбат, Жанайын, Әділет, Сымбат 15 бал алды. Әділет ол да 15 бал алды. Мен 10 бал алдым. Үйге тапсырма балдар, үйге тапсырма, сарматтар туралы мазмұндау, тақырыптың сұрақтарға жауаптар беру және де тест тапсырмаларын орындау. Өздерін сабаққа дайындап болғаннан кейін бағалаңдар, иә? Өте жақсы, мен осы сарматтар тақырыбын өте жақсы меңгердім және қанағаттанарлық деңгейде меңгердім деп өздерін бағалап жазып. Зерттеу жұмысын жасауды үйренеміз, бесоба, Аралтөбе, сыныптас. Ары қарай тағы да интернет көздерін пайдалана отырып,
дәптерге түсіріп келеміз.